Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қатпарлы пәтер нанның рецептімен бөлісемін. Бұл өте жаңағыдай самсаның қамыры сияқты қатпар болып, кешкі 5-ке шайға тез дайындауға болатын нан. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Алдымен пәтер нанымызды жасау үшін електен өткізілген ұнды аламыз. Және жылы суды алып, бір қасық тұзымызды осы жылы суға салып араластырып аламыз. Осылай араластырып ертіп алдық. Одан кейін қамыр қопсытқышты аламыз да, яғни бір қасық шай қасық қамыр қопсытқышты алып, осы қамырымызға саламыз. Яғни бұны қамырымыз көтеріліп шығу үшін қамыр қопсытқышты қосамыз. Сосын осы қамырымызға жаңағы дайындап алған суымызды, тұз қосылған суымызды араластырып отырып, қамыр бастырамыз. Яғни қатты жұмсақ емес, қаттылау қылып қамыр бастырып шығамыз. Мінекей осылай қолдың көмегімен бастырсаңыздар да болады, не болмаса вилкамен қамырды осылай бастыруға болады. Мінекей мен осылай қаттылау қылып қамыр бастырып шықтым. Мінекей қолыммен илеп отырып, сіздер де осылай еттің қамыр сияқты қылып қамыр бастырсаңыздар болады. Мінекей қамырымыз дайын. Бұны енді тындырып қойып қоямыз 5-10 минутқа. Тамал уақыт тынып тұрған қамырымызды алдық. Мінекей қайтадан қолдың көмегімен не қылдым, қайтарып иледім. Қайтарып илеп, осыны мен 4 бөлікке, яғни 4 күлше наннан жасау үшін 4 бөлікке бөліп, яғни 4 зуала қылып алдым. Осыларды барлығын жаңағыдай күлше қылып, яғни зуала қылып аласыздар. Бөлек қылып қайтарып илеп. Сосын болғасын күлшелеп алғаннан кейін тағы да аз уақытқа бұларымызды қақпағын жауып, аз уақытқа 5-10 минутқа тағы да қойып қоямыз, яғни тындыруға. Мінекей 5-10 минутқа тындырып қойған қамырымызды алдым. Енді осы қамырымызды өте жұп-жұқа қылып тұрып ысып шығамыз. Яғни қамыр жұп-жұқа болып шығу керек. Мінекей қамырымын көріп тұрсыздар, өте жұп-жұқа болып шықты. Ар жағынан тіпті адамның саусағы көрінеді десе де болады. Осындай қылып жұқалыған, тура осындай жұп-жұқа қылып шығарасыздар да, алдын ала ертілген сары майымызды осыған жағамыз. Яғни щетканың көмегімен болсын, қолдың көмегімен болсын, сары майымызды бір тегіс қылып жағып шығамыз да, осылай екі жағын конверт сияқты жаба бастаймыз. Одан кейін тағы да майымызды тағы да жағамыз осылай. Неке, одан кейін қайтадан осы конвертімізді қайтадан жабамыз. Осылай қайтадан жабамыз да, демілеп, бұны да үстіне тағы да май жағуымыз керек. Мінекей барлығы осындай май жағып шығасыздар, өйткені қатпарлы болып шығу керек. Сол үшін де барлық ортасына қатпарлы шығамыз. Негізі бұлай орамаймыз, мен байқамай орап қойыппын. Тағы да бір слой қылып орап, яғни содан кейін барып осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Яғни қатпарлы дөңгелек нан болып шығу үшін осындай қылып дөңгелеп шығамыз. Мінекей көрдіңіздер, орап шықтым. Енді осыны сәл-пәл ортасынан басып, салқындатып, майы салқындағанша морозильникке ма, холодильникке ма салып қоямыз. Оған дейін барлық қамырларымызды ысып дайындап аламыз. Мінекей салқындатып алдым мен морозильникке азғантай уақыт. Ортасындағы майы салқындады. Содан кейін бұл қамырымызды күлшелейміз, яғни күлше қылып дөңгелек күлшелеп аламыз. Мінекей осыны екі жағын ысып, айналдырып ысып алдым да, дөңгелек қылып, бұл қамырымызды енді нанымызды біз қазір азғантай сұйық май құйып тұрып сковородкаға пісіріп аламыз. Мінекей осылай жан-жағын бәрін ысып алдым. Майы салқындап қалған екен ортасында. Мінекей сковородкамызға азғантай май жағып, яғни сары май жақсаңыздар да болады, болмаса сұйық май жақсаңыздар да болады, жағып алып, екі жағын алма-кезек пісіріп аламыз. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағын ауыстырып отырып, яғни қызартып пісіріп аламыз. Екі жағында. Сонымен біздің нанымыз дайын болып шығады. Мінекей нанымыз дайын, пәтер нанымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Кешкі 5-кі шайға керемет дәм.
менің каналыма тіркеліп лайк комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осындай болып сіздерге де нан жасап алыңыздар кешкі шайға. Яғни бестің шайына өте керемет ыстық ып-ыстық қылып жесеңіздер үлбіреп мінекей қатпарланып тұр. Керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.